қараңыз, қара қыз қайдан барамыз, ал мүмкін екеуміз кетіп қаламыз. Барлықтарыңызға сәлем. Мен осы видеоны түсірмес бұрын біраз ойландым, және де ойыма неге сұрақ жауап жасамасқа деген ой келді. Солай мен өзімнің ВК-дағы историяма Инстаграмға салмадым, себебі Инстаграммен әлі дамытып жатқан жоқпын. ВК-дағы историяма окошқа қалдырып кеттім, және де адамдар онда өздерінің сұрақтарын қойсын дедім. Солай 48-дей мнениялар келді. Алайда оның ішінде көбі маған факт жашы, қалың қалай, не істеп жатсың деген сияқты сұрақтар болды, және де соның ішінен топ 15 сұрақ іріктеп алдым, және де соларға жауап беремін осы видеода. Олай болса кеттік. Барлық сұрақтарға шынайы жауап беремін, және де барлық сұрақтарды мен өзімнің дневнигіме жазып алғанмын. Олай болса бастайық. Бірінші сұрақ: болашаққа қандай жоспарым бар? Болашаққа деген жоспарларым өте көп. Негізі көп ондай болашақ қандай жоспарларым бар, болашақта не боласың, не істейсің, жарайды не боласыңға мен біраз жауап беремін, ал не істейсің, барлығы қалай болады деген сұрақтарға мен онша қатты жауап бермеймін, себебі егер сен өзіңнің алдыдағы жасайтын іс-әрекеттеріңді айтып қойсаң, онда деген адамның қызығушылығы төмендеп қалады. Маған келген сұрақтардың көбі орысша болды, және де оларды мен қазақшаға аударып енді жауап беріп отырмын. Үшінші сұраққа келейік. Девушка, вашей маме зять не нужен. Бұл сұрақты мен неге алдым? Себебі бірнеше рет келіпті. Осы сұраққа айтар жауабым 2030-да жазыңызшы, сол кезде көреміз. Әрине қалжың, барлығы өз уақытымен болады. Қазір мен ондайға көңіл бөлуге әлі ерте деп ойлаймын, және де маған сабақ оқу керек. Төртінші сұрақ: видеоға сөздерді өзің жазасың ба? Иә, барлығына сценарийді өзім жазамын, және де сол сценарийға байланысты видеоны, монтажды барлығын өзім жасаймын, ешкім көмектеспейді. Осындай сұрақтар көп болғаннан кейін толық жауап беріп отырмын. Бесінші сұрақ деуге келмейді, ол жай таңдау. Оны мен досым жазғаннан кейін мен оны қабылдадым. 91 немесе Мадмен дейді. Екеуі де емес, Ньютон. Алтыншы сұрақ: адамда нені қатты бағалайсың? Адамдарда мен адалдылықты, шынайылықты және де қарапайымдылықты қатты бағалаймын. Себебі маған бетке күліп қарап, өзгелерге басқа нәрсе айтатын 200 адамдар керек емес, және де көкірегін керіп жүретін менде қалған адамдармен мен қатты араласпаймын. Жетінші сұрақ: жаман қасиеттерің бар ма, болса қандай? Жаман қасиетте, жақсы қасиетте адам бойынан табылады, енді барлығымыз адамбыз ғой. Жаман қасиеттерім: мен адамдарға сене алмаймын, тез сене қоймаймын. Екінші жаман қасиетім: мен қырсықпын. Үшінші жаман қасиетім: мен барлығын тез қабылдаймын, бірақ тез жіберемін. Төртінші жаман қасиетім: мен соңғы кездері күн мен түнді ауыстырып алдым. Қазір сағат 6:32, ал мен видео түсіріп отырмын. Сегізінші сұрақ: қашықтықтағы махаббат болады ма сенің ойыңша? Мен ойлаймын, егер махаббат бар болса, онда ол қашықтыққа да, уақытқа да, ештеңеге қарамай махаббат болып қала береді деп ойлаймын. Тоғызыншы сұрақ: ең жақсы естелігің? Бір күні каналда 30 подписчик болды. Сосын мен видео салдым, және де біраз адамдарға өзімнің видеоларымды жібергем. Содан кейін келесі күні тұрып қарасам, уже каналда 45 па, 47 ма сондай подписчик болыпты. Мен үйде қуанып, күні бойы барлығына қайта айтып, майларын жеген. Енді қазірде аз емеспіз, алайда болашақта көбейеміз деген ойдамын. Мен осы каналды дамытуға барлық күш-жігерімді арнаймын. Сіздер де мені қолдап отырсаңыздар күшті болушы еді. 10-шы сұрақ: барлығын тастап кетіп қалғың келді ме? Әрине, өмір болғаннан кейін енді жақсы мен жаман қатар жүреді дейді ғой. Адам болысы болғаннан кейін, ондай нәрсе менде де болған. Барлығын тастап, яғни қиындықтан қашып кеткім келген. Алайда қазір көріп отырсыздар, алдыларыңызда отырмын, сұрақтарға жауап беріп отырмын, менде бәрі жақсы. 12-ші сұрақ: неге адамдарға көп сене бермейсің? Қазір көп ойлауы мүмкін, ойна қызды көп сатқан, сол себепті олар қазір адамдарға сенбейді деп, және де ондай посттар көп қой. Көп адамдарға сене бермейтін адамдар ғана, соларды ғана көп адамдар тастап кеткен, деген сияқты. Жоқ, олай емес. Барлығы жақсы, бірақ адамға сену үшін ең бірінші ол адам
сол сенімнің қадірін білу керек, және де сол сенімді ақтай ала ма жоқ па деген сұраққа адам өзі іштей жауап беру керек. Сол кезде ғана адамға сене білу де содан барлығы шығады ғой негізі. Білмеймін, бұл менің жеке өз ойым, және де көп адамдарға сенгіштік қасиет менде қалыптаспаған шығар. Ең қатты ұялған оқиғам ол былай болды. Мен бір жарыс бойынша басқа бір мектепке барам, солай маған мектеп берген кітабымды сонда ұмытып кетем. Біраз уақыт өткеннен кейін сол барған мектебіме барам да кітабымды іздей бастаймын, кітап жоқ, және де мен ашулымын, бұлқан-талқан болып өзімнің подружкама звондаймын. Сосын ана мектеп былай істеді деп өзімнің мұңын бәрін айтып, прям жылап анда сөйтіп айтсам, алло, Ажар, мен ғой мұғалімін дейді. Проблема мынада, что менің сол подружкаммен сол мұғалімнің аттары бірдей, және де мен бірінші қайсы шықты соған звондай салғанмын ғой. Солай кішкене ұялып, ол кісі қазіргі таңға шейін айтады, сен сол кезде сол бұлқан-талқан болып едің ғой деп. Ылғи соны есіме түсірсем қатты ұяламын. Сол кездегі оқиғаны көрсеңіздер. 14-ші сұрақ: карантин саған қалай әсер етті? Өтірігімді отырып, карантин маған әсер еткен жоқ, мен бүйттім, мен сөйттім деп айтпай қояйын. Карантин әсер етті. Қасындағы бірінші аптада жарайды, ол өтеді де кетеді деген оймен жүргем. Содан кейін біраз депрессияк болып, кішкене көңіл күйім түсіп, солай сабақ басталып, қазіргі таңда сабақпен көңілім бөлініп жүр. Көп нәрсеге үйрендім деп айта аламын. 5-ші сұрақ: карантинге байланысты өзің қандай қорытындыларға келдің дейді. Бұл сұраққа қазір жауап бермеймін. Бұл сұраққа мен өзімнің келесі видеомда жауап беретін боламын. Карантинде қандай мен қорытындыларға келдім, карантин маған несін алып келді, немесе барлық адамдарға карантин нені үйретті деген сияқты сұраққа. Сол себепті келесі видеоны күтіңіздер. Осы видеоны лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, және де болашақта бұдан да жақсы видеолар түсіруге уәде беремін. Олай болса, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.